Тақырыбы тұтану температурасы. Неге сіріңке үйкелгенде тұтанады? Неге сіріңкені қолданбасқа? Осылайша сен отты оңай жағасың. Жоқ, мен саған сенбеймін. Қолданып көрші. Көрдің бе? Айттым ғой. Достым, бұл керемет болды. Бұл төмен тұтану температурасына байланысты болды. Тұтану температурасы жанғыш заттың жану процесін бастайтын ең төменгі температурасы. Тұтану температурасы неғұрлым төмен болса, ол соғұрлым оңай тұтанады. Сіріңкенің басында күкіртті сүрме және калий хлораты бар. Жеткілікті. Енді мен оны қалай пайдалану керектігін білем. Жоқ, сіріңке кез келген бетте тұтанбайды. Сіріңке қорабының бүйірлік үйкелетін беті ұнтақталған шыны мен қызыл фосфордан тұрады. Сіріңкенің басын осы бетке үйкегенде үйкеліс пайда болады. Үйкеліс жылу шығарады. Қызыл фосфорды ақ фосфорға айналдырады. Ақ фосфордың тұтану температурасы өте төмен. Ол ауада бірден тұтанып, жылу мен жарық шығарады. Осылайша жану процесін бастайды. Шығарылған жылу сіріңке басында бар калий хлоратын ыдыратып, көп мөлшерде оттегі шығарады. Бұл оттегі сіріңке басындағы күкіртті сүрмемен қосылып, жалынның жануын қолдайды.